сәлем. Біздің демалыс аймағымызға қош келдіңдер. Мен апайларың Сая, және ағайларың Санжар, және апайларың Айна. Демалыс барысында барлығымыз жақсы тіл табысып кетеміз деген ойдамын. Сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз, достар. Жаңа Сая апайларыңыз айтып өткендей, шағын таныстықты ары қарай лагерьде жалғастырсақ. Сая апай, өзіңіз. Ішке кіре қойыңыздар, балалар. Балалар, енді жалпы біздің демалыс орнымыз, лагеріміз туралы түсіндіріп кететін болсақ, бұл сіздерге арналған демалыс орны. Сіздер бұл жақта неше түрлі ойындармен, неше түрлі кештермен және неше түрлі іс-шаралармен танысатын боласыздар. Бұл лагерь сіздердің директорлеріңіздің қолдауымен болғандықтан, барлық жауапкершілік біз жақтан болады, ол жағын уайымдамаңыздар. Сая апай, сыртта бір жағдай болып жатыр еді. Санжар ағайдың қасына барасыз ба? Қане ары қарай жалғастырсақ, жалпы біздің лагерьде. Сосын апай, тамақ қашан ішеміз және күніне неше рет? Жалпы біздің лагерьде. Апай, туалет қай жерде? Сосын ана бассейнге күнде түсе беруге бола ма? Уайымдамаңыздар, бізде 4 мезгіл тамақ беріледі және уборныйды Бекзат ағаларыңыздан сұрасаңыз. Жоқ, балдар, жүр, көрсетейін. Аға, уайымдамаңыз, бәрі де жақсы болады. Іште бассейні, душы, жататын орны бәрі де қамтылған, так что ой жерінен уайымдамаңыз. Жарайды, Санжар. Мен өздеріңізге сендім. Самас бағай, қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Қызым тесті тапсыруын тапсырды. Жоғарғы балды алды. Бірақ енді лагерге келмеймін деп, үйден әрең алып шықтым. Ағай, қызыңыз қайда? Қырсығым мәшеден түспей отыр. Қазір барлығын реттейміз, уайымдамаңыз. Сәлем, есімің кім? Саламатсыз ба, Зарина? Менің есімім Сая, лагерге қош келдің. Жүр кеттік, сені достарың іште күтіп қалды. Бармайым дедім, барғым келмейді. Қызық емес бұл жоқ. Адамдар айдалада не істейді екен осы? Қызым болды, түсе ғой. Бұндағы апайларымда өте керемет адамдар. Жағдайда жасалған екен. Оның үстіне менің жұмысқа кетуім керек. Мынадай айдалаға мен тастап, өзің кете бермексің бе сонда? Жарайды. Онда ауылға әжеңе апарып тастайын. Әжеңе көмектесесің. Зарина, уайымдама, бұл жақта саған барлығы ұнайтын болады. Сенің күнің өте керемет өтеді. Бұл жақта жаңа таныстық, жаңа орта. Уайымдама, сенің әрбір күнің жақсы өтетін болады. Так, қыздар, жігіттер, бізде сіздер үшін барлық жағдай жасалған. Егер қандай да бір іс-шара ұйымдастырамын десеңіздер, бізде ашық алаңқай бар, және де теннис үстелдері, бассейн и аппаратура, музыка бәрі бар. Зарина, барып достарыңа осылай ғой. Еркен, не болды саған? Ойымда кішкентай мысық қой, қорықпай қой. Дым болмайды одан. Еркен, не болды саған, жылама? Жай ғана мысық қой. Жүр, сен іште бәрі күтіп отыр. Балалар, айтам ғой сіздерге, рұқсатсыз ешқайда шықпаңыздар деп.
Қыздар, енді барлығымыз лагерь ережелерімен таныса кетсек, Санжар ағай? Қыздар қыздардың бөлмелеріне кіруге болмайды. Екіншіден, біздің рұқсатымызсыз ешқайда шықпайсыздар. Үшіншіден, осы лагерьге алып келген тамақтарға тыйым салынады. Осы талаптарда мән беріңіздер, орындамасақ сіздерге жаза қолданылады. Бірақ, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін сіздерге арнайы ойын ұйымдастырдық. Осы ойындарға белсенді қатыссаңыздар, сіздер жетон аласыздар. Осы жетон алу арқылы сіздер үздік топ атана аласыздар және де марапатталасыздар. Қане енді былай жасасақ, қазір сіздерді 3 топқа бөлеміз және де араларыңыздан лидерлер сайлаймыз. Бірінші топ Сая апайларыңызға, екінші топ Санжар ағайларыңызға және де үшінші топ маған келесіздер. Сіздерге жеребе дайындап қойдым. Ендеше өтейік. Ал, қыздар, жігіттер, топтарыңызға бөлініп болсаңыздар, лагердің бағдарламасымен танысайық. Таңғы 7:30-да тұрасыздар, таңғы жаттығу болады. 8:30-да таңғы астарыңыз. 11:00-де үйірме. Біздің лагерде әртүрлі үйірмелер бар. 11:30-да таңғы шара өтеді, 12:30-да түскі астарыңыз. 14:00-де үзіліс болады, барлығымыз ұйықтаймыз. 16:00-де бассейн, 7:30-да кешкі ас, 20:00-де кешкі шараларыңыз, 21:00-де би кеші. Кешіріңіз ағай, басқа топқа ауыса салайыншы. Ағай, мен тәтемнің тобын алмассам бола ма? Ағай, біз негізі ағайындылар едік қой, сол бірге жүрсек жақсы болар еді. Жоқ, қыздар, жігіттер, сіздерге айтылды ғой, ауыстырылмайсыздар. Лагердің алғашқы күні болғандықтан бір-бірлеріңіз жатырқап жатсыздар, түсінемін. Кейін үйренісіп, дос болып кетесіздер. Кет, лагердің басқа бөліктерімен де танысайық. Біз қай жерге келдік? Бұл қай жер? Қыздар, бұл сіздердің жатын орындарыңыз. Сіздер бұл жақта 10 күн бойы ұрыспай, тату-тәтті боласыздар деп ойлаймын. Ал егер жуынатын бөлме қажет болған жағдайда, жуынатын бөлмелеріңіз ана жақта. Жоқ, түсінбедім. Сонда біз барлығымыз осы жақта тұрамыз ба? Туф, қыздар, қайта жақсы емес пе? Бәріміз бірге жатамыз. Мен жалғыз жатудан қорқамын. О, жақсы. Кітап қоятын орында бар екен ғой. Сонда барлығы бір топта жататын болса, Карина Гүлімнің қасында қалай жатады екен? Не балдар, көріп тұрғаныңыздай, біздің лагердің жағдайы осы? Санжар ағай, бұл жақта бассейн бар ма? Көріп тұрғаныңыздай бассейн бар. Қыздар, бұл жақта бассейн бар дейді, чотам, шомылатын киімдерін алып келдіңдер ма? Соны сұрау саған қалып па? Не болды, Карина? Әлде рахаттың тобын ауыспағасын нервің ұстап тұрма? Солай ма, Мақпал? Маша. Сен ше? Сол рахаттың ізінен қалмай жүретін едің ғой? Санжар ағай, бассейнге түсуге арналған арнайы күндер бар ма? Бар, бірақ мен сендерге оны шамалы кешерге айтам. Қыздар, мына жер қалай өзі? Соны айтам, бізге басқаша айтып еді ғой. Қыздар, ішке кірекші, мына жердің погодасынан менде уже аллергия. Иә, кірсек керек. Бұндай боларын білгенде Алматыға кетіп қалар едім ғой. Әлі де кешеме сияқты. Ей, сен қуасың ба, ей? Қыздар, балдар, артық ойын ойнамайықшы. Жүріне лучше сендерді басқа жерлермен таныстырып өтейін. Міне қыздар, жігіттер, көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің асханамыз. Чо? Далада ішеміз баня? Қалай сонда? Құрт құмырсқалармен араласып десеш. Басында неге ескертіп айтпаған? Шаңда дауылда отырамыз ба енді? Қыздар, қалай сонда бізді алдап алып келген ба? Түсінбедім мен. Қыздар, сабыр сақтап шамалы күтейік. Не болды барлығын жан-жақтан? Лаура, мен өзіңмен араласпасам да, сен жайлы естуім бар. Сабыр сақтамайтын жерде сақтайтын сабырың кәдімгідей бесит уже. Барлығынан да бұрын бұл жақтың тамағы қалай болады? Не ішіп, не жейміз? Уайымдамаңыздар, қыздар, жігіттер. Үйлеріңізде аналарыңыз қалай дайындаса, бұл жердегі апайлар да солай дайындайды. Үйде қалай, бұл жерде де солай. Дәл соған күмәнім бар. Зарина, уайымдама. Барлығы жақсы болады. Қаласаң менімен құрбы болсаң болады. Рахмет, өзімнің құрбыларым бар. Жарайды, өзің біл. Қыздар, жігіттер, не болды? Әрқайсың әр нәрсе айт. Жиналайық болды.
Все, қыздар, лагерьде жалпы көріп алдыңдар. Енді наяққа жайғаса беріңдер. Шамалдан кейін түскі ас ішетін боламыз. Ал біз балдармен кеттік.